Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен осындай үлпілдеп тұратын, жұмсақ, өте биік болып көтерілетін, дәмі ерекше көк пияз бен жұмыртқадан бомба пирожкилер дайындайтын боламыз. Мен бірге жасап, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 200 грамм жылы сүтіміз бен 200 грамм жылы суымызды қосып, 3 ас қасық қант және де 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық ашытқы, жақсылап қант пен тұз ерігенше араластырамыз. Бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа апара дайын болғанша қойып қоясыздар. 15 минуттан кейін алып, үстіне 650 грамм ұн қосасыздар. 2 ас қасық сұйық май, және де 1 жұмыртқамызды қосып, жақсылап қамырымызды илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Бізде осындай сәл ғана қолға жабысатын қамыр шығады. Артық ұн, су қоспаймыз ешқандай. Қолымызды аздап майлап, осылай қамырды 5 минуттай қайтарып илейсіздер. Қамырды илеп болғаннан кейін жел соқпайтын жылы жерге бетін жауып, 1-1,5 сағатқа тыңықтырып қоямыз. 1,5 сағаттан кейін қамырымыз осылай 2-3 есе көтеріледі. Салмасын дайындаймыз. Біз асып алған 5 жұмыртқаны осылай майдалап турайсыздар. Және де 1 орама көк пиязды осылай майдалап турайсыздар. Көк пияз менде 100 грамм болды. Екеуін араластырып, дәміне қарай тұз қосасыздар, аз ғана. Қалауларыңызға қарай қара бұрыш қоссаңыздар болады. Қамырымызды алып, майда дөңгелекше бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымызды алып, осылай дөңгелекшелерге бөліп алдым. Тура салмағымен өлшеп бөлсеңіздер де болады. Мен көз мөлшерімен жасадым. Қамырымыздың барлығын осылай дөңгелекшелеп алғаннан кейін қамырымызды алып шаямыз. Қамырымыз қатты жұқа немесе қатты қалың болмауы тиіс. Ортасына салмасын салып, екі жағынан осылай бекітемін. Қамырым ашылып кетпес үшін. Осы бекіткен жағын тапамызға қаратып салам. Тегіс жағын бетіне қаратып. Екі жағынан алып отырып, осылай бекітесіздер. Ашылып кетпейді. Және де тегіс жағын қаратсаңыздар да, мына жағын қаратсаңыздар да әдемі көрінеді піскен кезде. Барлығын табамызды майлап орналастырамыз. Және де бетін жауып 15 минутқа 20 минутқа қалдырасыздар. 20 минуттан кейін осылай көтеріледі. Жұмыртқаның сарысын жағып шығып 180 градусқа жарты сағатқа жібересіздер. Бізде осындай пирожкилер шығады. Ас болсын.